Оқуына қайтып келген соң, студенттік шақтың қызықты күндерімен жүріп, сәл де болса, өзінің үйіндегі келеңсіздікті ұмытқандай болған Бану сабағына ден қоя кірісіп кетті. Бағына орай құрбылары да жақсы қыздар болып шықты. Әсіресе Гүлжауһар құрбысымен көп сырласатын. Алайда құрбысымен қанша сыр бөлісе жүрсе де, шешесінің қаталдығын айтуға аузы бармайтын еді. Сөйтіп жүргенде уақыт та зымырап өтіп, бірінші курсты аяқтап қалған болатын. Ауылға тез жет деген қысқа мәтінді жеделхат келгенде қыз жүрегі өзін қоярға жер таппай кураторына жүгірді. Ол кезде қалта телефоны елдің бәрінің қолына тие бермейтін. Шәкіртінің қолындағы жеделхатты өз көзімен оқыған куратор апайы сол бойда дереу басшылармен хабарласып, үздік студенттің жазғы сессиясын автоматты түрде өткізетін болды да, жүрегі ал ұшқан қыз ауылға апаратын көлікке жанталаса мініп үйіне кетті. Көліктен түсіп үйге жете бергенде, үйдің айналасында мал сойып, қазан көтеріп жүрген ауылдың әйелдері мен кірі шығып жүрген қарақұм адамдарды көрген қыз бір сұмдықтың болғанын түсініп, үйге қарай ышқына жүгірді. Асқартау әкелерінің орында деп есептелетін ең үлкен ағаларынан айырылыпты. Оқиға былай болыпты. Бір жылдары біздің қазақтың балаларының ауыл мен ауыл болып, немесе көше мен көше болып төбелесетін кездері болып еді ғой. Бұл ауылда да бозбалалары ауыл мен ауыл болып топтасып төбелескен ғой. Жеңілген топ кері қашып, жеңген топ жеңілгендерді тықсырып қуа жөнелген екен. Қашқандар Банудың үйлерінің үстімен дүркірей өтіп, қуып келе жатқандар да соларды өкшелеп сол үйге келіп қалғанда, Банудың ағасы малдың қиын отындыққа деп ойып қораны маңында жүріпті. Міне, сол кезде қашқындарды өкшелеп қуып келе жатқан қоңышының біреуі қолындағы дәу шоқпарымен Банудың ағасының желке тұсынан дәлдеп бір ұрып құлатқан екен. Сол соққыдан жігіт тіл тартпай кетіпті. Аналардың тепкісімен қарғысынан ашық қорғай алмаса да, тасадан аяушылық білдіріп, маңдайынан сипайтын бауырының қаңғыған таяқтың құрбаны болған естіген қыз ботадай боздап жылағанымен қолынан келер ештеңе жоқ еді. Ағасын өлтірген жігіт темір тордың артына бірнеше жылын арқалап кете барды. Мынау қамшының сабындай ғана қысқа өмірдің еш қызығын көрместен дүние есігін ашқалы, шешенің ызғарлы қабағына жаутаңдап өткен асыл ағаның ғұмыры осылай аяқталды. Жылай-жылай асыл ағасын қара жердің қойына тапсырып, 40 күндік, 100 күндік дұғаларын оқытып болғанда, Банудың екінші оқу жылы басталатын уақытта келіп жеткен еді. Бауырларымен қимай қоштасып оқуына оралған қыздың ендігі бар ойы тек қана ауылда қалған бауырларын ойлаумен жүретін болды. Ағасының өлімінен соң жүрегі қатты қорқып қалған қыз ауыл жақтан біреу хабарласса, жаман хабар әкеле жатқандай жүрегі аузына симай кетуші еді. Бас көтерер ең үлкен ағаларынан қапыда айырылып қалған соң, үйдегі бауырларына тек қана өзі қорғаныш болуды сезініп, бар жауапкершілікті өзіне артып алғаны соншалықты, жас болса да қатарларымен қыдырып көңіл көтеруді ойламайтын. Әр ай сайын үздік оқығаны үшін алатын шәкіртақысын тырнақтап жинап жүріп, үйіндегі бауырларына керек жарағын тасушы еді. Сөйтіп жүргенде арада тағы бірнеше жыл өтіп, Бануғар соңғы курстың табалдырығын аттап, жоғарғы курстың студенттері аттанып үлгерді. Бүгінде әдеттегідей сабақтан шыққан соң бөлмесіне бармастан бірден кітапханаға соғып, ертеңгі сабағын мұқияттап алып, ішке шаршап оралған еді. Бөлмеде екі құрбысы шай ішіп отыр екен. Қастарында сұңғақ бойлы арықша келген сымбатты жігіт отыр. Көп болса, өздерінен 3-4 жас үлкендігі ғана бар сияқты. Банудың шаршаңқы кейпін көріп алдынан құшағын жая ұмтылған Гүлжауһар
Банука, мақтап жүреді екенсің. Жаңа ғана дастархан басына жиналып отыр едік. Шайға кел, ауылдағылар азық-түлік беріп жіберіпті. Соларды әкеліп тастауға туған ағам келіп отыр. Жүр, мен сені ағамен таныстырайын, деп сымбырлап сөйлей жүріп, Банудың қарсылығына қарамастан сыртқы киімдерін шешуге көмектесіп жатыр. Сыртқы киімін шешініп, қолын жуған Бану құрбысының ағасымен амандасты да, имене басып, дастархан басына жайғасты. Жалғасы бар. Авторы Әлия Досмұхан.